Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Алматының Жетісу ауданында наурыз айында жаңа саябақтың құрылысы басталады. Бұл туралы қала әкімі Ерболат Досаев мәлімдеді. Былтыр Айнабұлақ 1, Айнабұлақ 3 ықшам аудандарының скверлері және гүлдер паркі өңдеуден өтті. Суару жүйелері жаңартылып, жарық тартылды. Скейт-парктер ұйымдастырылғаннан 2 жаңа жастар алаңы ашылды. Заманауи скейтбол, баскетбол, волейбол және воркаут алаңдары жабдықталды. Биыл наурыз айында Кемел шағын ауданында жаңа парктың құрылысын бастап, жыл соңына дейін аяқталуы мүмкін, деді Ерболат Досаев. Бізді бақылауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.